Ассаламалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ең керемет восточный пирог әзірлейтін боламыз. Пирогтың начинкасын айтпасам да видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше. Мен заказға осы микс пирогтар жасаған болатын. Сол кезде осы микс пирогтардың арасында ең ұнағаны осы восточный пирог болды. Ендеше бастайық. Бізге начинкасына өрік, чернослива және орех керек. Бұның құрамын өзіңіз өзгертсеңіз де болады. Сухофруктылардан да жасасаңыз болады. Мейіз деген секілді мед керек және қант, қаймақ, жұмыртқа, сары май, ұн, ас содасы керек болады. Алдымен қамыр жасаймыз. Қамырға бізге ұн керек. Ұнды електен өткізіп аламыз. Ас содасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сұйық заттарымызды араластырамыз. Жұмыртқамызды алып екіге бөлеміз, яғни сарысын бөлек, ағын бөлек. Холодильникке салып қоямыз. Қаймақтың үстіне қант саламыз, сары уызымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз сұйық заттарымызды. Енді құрғақ заттарымызды алып, оның үстіне сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сары майымыз міндетті түрде холодильниктен шыққан болу керек. Видеодағыдай болғанша араластырамыз. Енді сұйық затымызды құямыз. Қамырды байыппен басып, жұмсақ қамыр шығарамыз. Біздің қамырымыз жабысқақтау келеді, кішкене ұн себелесеңіз болады, бірақ көп салмағаныңыз жөн. Қамырымыз қатты болып кетеді. Бізде қамыр дайын болды, енді оны салафанға салып, холодильникке салып қоямыз. 20-25 минуттай салсаңыз да жетеді. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Мен чернослива алдым және курага, грецкий орехты пайдаландым. Бірақ өзіңіздің қалауыңыз бойынша мейіз, тағы да басқа орехтарды, фундуктарды қолдансаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ендеше барлығын видеода көрсетілгендей турап, кесіп, дайындап қоямыз. Енді белокты шайқаймыз. Біздің ыдысымыз таза, құрғақ болу керек. Миксеріміздің басы да таза болғаны жөн. Шым-шым тұз салып, миксермен шайқаймыз. Бізде ақ көбіктер пайда бола бастаған кезде осы 30 грамм қантымызды жаймен араластырамыз. Жұмыртқаның 3-4 ағуызын араластырсаңыз, сізде осы начинкалармен араластырған кезде өте керемет болады. Әрине, 2 жұмыртқаның ағуызымен де бола береді, бірақ кішкене құрғақтау болады. Немесе сгущенканы қосып жіберсеңіз болады, 1-2-3-4 қасық қоссаңыз жетеді. Белокты қаттырақ шайқаймыз, себебі қазір біз араластырған кезде сұйықталады. Ал егер сіздің белогыңыз сұйықтау шайқалса, онда қазір пеште ағып кетуі мүмкін. Ыдысты төңгергенде видеодағыдай болып тұру керек. Восточный заттарымызды саламыз. Араластырып болғаннан кейін мед саламыз. Мед бізде міндетті түрде натуральный мед болу керек және сұйықтау болғаны жақсы. Араластырғанда жеңіл болу үшін медті қасықты толтырып салмаймыз, себебі ол жайылғанда өзінің мөлшеріне толады. Енді қамырымызды жаямыз. Кішкене ұн себелейміз. Қамырды екіге бөлеміз, үлкендеу бөлігін табаға орналастырып жаямыз. Егер сіз 30-40 сантиметрлік үлкен табаларға істегілеріңіз келсе, онда 2 есеге көбейтіп жасайсыз. Қазірден бастап пешіңізді қыздырып қойсаңыз болады. Сол кезде пирогыңыз әдемі болып піседі. Енді начинкамызды саламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта өте керемет және дәмді торттар, тағамдардың рецептін салатын боламын. Сондықтан тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирогтың беткі қабатына өзіңіздің қалауыңыз, фантазияңызға байланысты оформление жасасаңыз болады. Мен видеодағыдай етіп жасадым. Менде негізі жолақтардың шеті ирек болып шығу керек. Бірақ қамырды орналастырған кезде ол созылғанда өзінің формасын жоғалтып алады. Сондықтан орналастырған кезде абай болыңыздар. Енді біз пирог піскеннен кейін қантты сироп жасайтын боламыз. Бізге су мен қант керек. Қант ерігенше ысытамыз, яғни араластырып тұрамыз. Қант жабысып қалмау керек табаға. Міне достар, бізде сироп дайын болды. Көпіршіктер пайда болған кезде отты сөндіреміз. Достар, біздің міне пирогымыз піскен. Беттім видеодағыдай етіп қатты қызартудың қажеті жоқ. Жай әдемі болып қызарса болғаны. Пирогымыз кішкене суығаннан кейін қантты сиропымызды жағамыз.
табадан босатып жақсаңыз да болады. Сиропты міндетті түрде жасап жағыңыз, себебі екеуінің айырмашылығын мен қарадым, бірақ сироп жаққанда көбірек дәмді болып шықты. Достары, бұл пирогты міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын ғой. Қонаққа ұялмай бере берсеңіз болады. Ендеше достар, келесі видеода жолыққанша астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.